Құрметті Олжас Абайұлы, бүгінгі депутаттық сауалым ұшаққа автокөліктің жанармайын құйып ұшыратын, жарты ғасырлық ғұмыры бар әуе көліктерін өлім аузында жатқан адамды әкелуге жұмсайтын саладағы проблемалар туралы. Қазақ қатты қыстан малғал солжа, қатты аурудан жаңған солжа дейді. Ол олжа оңайлықпен оралмайды. Оның үстіне ауылдағы медицинасы тұрмақ. Қаладағы медицинасы шатқаяқтап шайқалып тұрған Қазақстанның ахуалы айтпаса да түсінікті. Оған көз жеткізу үшін орталық мемлекеттік органдардың орағытып беретін әдемі есебін емес, қатардағы қарапайым қараша халықтың пікірін тыңдап көз жеткізуге болады. Бүгін медицинадағы тағы бір сұмдықты сөз етпекпін. Себебі біздегі жедел жәрдемнің өзіне жедел жәрдем керек екен. Сөз санавиация туралы. Мамыр айында Қостанай облысында санитарлық рейстің су үстінде төбесімен төңкеріліп жатқанын көпшілік көрді. Алыстағы ағайынды емдеуге, орайын тауып, орталыққа келуге аттанған ұшақтың сыйқы сол. Аурудан келмеген ажалым санавиациядан келеме деп қорқады енді қарапайым ел. Хош, Қостанайда суға қонамын деп төбесімен төңкеріліп түскен санавиацияға тиесілі Ан-2 ұшағы біраз былықтың бетін ашты. Қазбалап кеп жібергенде жан түршігерлік жайттар әшкере болды. 2019-2023 жылдары санитарлық авиация желісінде 11 оқыс оқиға, 5 авиациялық оқиға тіркелген. Соның тең жартысы аталған Ан-2 ұшағының еншісінде. 2023 жылы санитарлық авиацияға 11,9 миллиард теңге жұмсаған саладағы сорақылықты санап айтайын. Біріншіден, Қазақстандағы санавиацияда қолданылатын Ан-2 кеңес кезінде, яки 1947 жылдан бастап шыққан ұшақ, ал Як-40 1966-1981 жылдары құрастырылған әуе көлігі. Ойлап көріңіз, табиғи байлықтың бәрі табанының астында жатқан еліміздің санитарлық рейстерінде орташа қызмет ету мерзімі 40 жылдан асқан ұшақтар ұшып жүр. Ең сорақысы, Қазақстанның санавиациясындағы Ан-2 ұшақтары әлі күнге АИ-95 маркалы автомобиль бензинімен ұшуға мәжбүр. Ойлап көріңіздер, аспанмен адам құтқаруға аттанатын ұшаққа жерде жүретін автокөліктің жанармайын құйып жүрген ел атандық. Осыдан кейін санитарлық авиациядағы апаттарға ешкім таңғала қоймас. Қазақстандағы санавиация апаттарының тең жартысы осы ескі ұшақтардың еншісінде екенін алдында айттым. Мұның барлығы жоғары аудиторлық палатаның есебінде де көрсетілген. 2023 жылы ұлттық шұғыл медицинаны үйлестіру орталығы шалғайдағы науқасқа жедел жету үшін 11 әуе компаниясымен шарт жасасқан. Бірақ соңғы 4 жылдағы ұшулардың 70%-ы Ан-2 және Як-40 ұшақтарымен жүзеге асқан. Шалғайда қалып, жаны мұрнының ұшына келген отандасқа ескі құсқы ұшақ құламай жеткеннің өзінде көмек кеш барады. Себебі Ан-2 санавиациядағы басқа әуе көліктерінен 1-1,5 сағатқа ұзақ ұшады. Мысалы, Ан-2 4 сағатта жететін жерге пайдалану мерзімі 10 жылдан асқан ЕС-145 ұшағы 2,5 сағатта жетеді. Соған қарамастан ескі ұшақтардың тарифы біздің елде жыл сана өсіп барады. Мысалы, 2015 жылы Ан-2 ұшағының 1 сағаттық ұшу тарифы 219.250 теңге болса, былтыр 328.000 теңгеге жеткен. Аманат партиясының сайлауалды бағдарламасында медицина қызметкерлері ең озық медициналық көмек көрсету үшін қажетті барлық ресурстармен қамтамасыз етілуі керек деп нақты жазылған. Медицина үшін ауадай қажет осы түйткілді шешуі тиіс. Уәкілетті мемлекеттік органдардың ісінде нақты нәтиже жоқ. Бұл проблеманы біз үнемі назарымызда ұстайтынымызды ескертеміз. Медицина саласының мамандары науқас халыққа әдейілеп жайбасар, ұшып қону қауіпті ескі ұшақпен бармайды. Оған ұсынылған нұсқадағы ең арзан тарифті таңдау туралы тәртіп себеп болып тұр. Былтыр санитарлық авиация көліктері 2323 рет әуеге көтерілген. Осыдан аталған қызметтің Қазақстанда қаншалықты сұранысқа екенін көруге болады. Қазірдің өзінде санитарлық авиацияға мұқтаж азаматтарымыздың бәріне бірдей көмек жетпей жатыр. Науқас жандардан біздің атымызға үнемі өтініштер, хаттар келіп түседі. Бұл соның айғағы. Ұсыныстар. Бірінші, санитарлық авиациядан әбден ескерген Ан-2 және Як-40 ұшақтарын алып тастау керек. Екінші, санитарлық авиацияға қажет ұшақтарды ұсынатын әуе компаниялармен шарт жасасқанда ең арзан тарифті бекіту туралы тәртіпті қайта қарау керек. Әйтпесе ескі ұшақтардан құтыла алмаймыз. Ал бұл өз кезегінде онсыз да ауыр дертке шалдыққан адамды азаптау болып табылады. Үшінші, алдыңғы ұсыныстары жүзеге асқанша қазір еліміздің санитарлық авиациясында ұшып жүрген Ан-2 ұшақтарына авиациялық жанармай құюды қамтамасыз ету керек. Себебі автокөліктің бензинін құйған ұшақтың алысқа ұшпайтынына көз жетті. Құрметпен Аманат партиясы фракциясының мүшесі депутаттар Нартай Сәрсенғалиев, Асхат Аймағамбетов.